Сәлем достар, сіздермен бірге мен Айзада. Бүгін осындай тауық етінен сливочный соуста әзірленетін өте дәмді тағам түрін дайындайтын боламыз. Аз ғана уақыттың ішінде дайындай аласыздар. Және де осы видео рецептпен дайындасаңыздар, тағамдарыңыз міндетті түрде дәмді болып шығады. Алдыменен менің осы видео рецептімді толықтай көріп, арнама тіркеліп, лайк, комментарий басып кетіңіздер. Кейінде сіздермен дәмді әрі оңай рецептпен бөлісіп отыратын боламын. Алдымен бізге осы екі пиязымызды турап әзірлеп аламыз. Осылай екіге бөлеміз, кейін осылай ұсақтап турап дайындап аламыз барлығын. Барлық тағам мөлшерін мен осы видео астында қалдырған болатынмын, соған қарап жасасаңыздар да болады. Кейін осы жуып тазаланған саңырауқұлақтарымызды осылай таяқшаларынан ажыратып аламыз. Неке барлығын осылай ажыратып аламыз. Кейін саңырауқұлағымызды да осылай екі бөлікке бөліп, осылай пиязымызға ұқсатып турап аламыз. Егер де сіздерде осындай жаңа піскен свежий саңырауқұлақтарыңыз болмаса, банкідегі түрін қолдансаңыздар болады, бірақ свежий саңырауқұлақтармен өте дәмдірек шығады. Кейін осы тауықтың төс етінде осылай турап, сопақша қылып, ұзынша қылып турап аламыз барлығын. Неке барлығын турап дайындап аламыз алдымен. Тауықтың төс еті болмаған жағдайда да тауық аяқтарының етті жерлерін алып жасауға да болады. Неке барлығын осылай турап дайындап алдық. Кейін біз осы дайындаған етімізді қызып тұрған табамызға зәйтүн майын құйып, немесе зәйтүн майы болмаған жағдайда өздеріңіздегі күнделікті қолданатын сұйық майларыңызды құйсаңыздар да болады. Табамыз қызғаннан кейін осы тауық етімізді салып, жақсылап 10-15 минут көлемінде қуырып аламыз барлығын. Кейін осы қуырылған тауық етінің үстіне туралған пиязымызды салып, тағы да 5 минут көлемінде пиязымызбен бірге тағы да отымызды қуырып аламыз. Кейін осы саңырауқұлағымызды да салып, үстіне барлығын салып, жақсылап араластырып қуырамыз. Үстіне өзіміздің қалауымыз бойынша дәміне қарай тұзымызды және де менде универсальный приправа болды. Сол приправамызды саламыз. Отымызды алдымен жай отта, қатты отта жақсылап қуырып аламыз. Кейін жай отта 15-20 минут пісіріп дайындап аламыз. Осылай барлығын былғап, қатты отта кейін отымызды басып, жай отта пісіреміз. Мінеке осы дайын болған қуырылған немізді, тауық еттерін үстіне осындай сливке құямыз. Менде сливке 20% болды. Сіздер енді өздеріңіздің қалауларыңызға қарай алсаңыздар 10%, 11% құйсаңыздар да болады. Тек 20%-дан жоғары болмауы қажет. Әйтпесе қою болып кетеді. Сол себепті 11%, 10% сливке қолдансаңыздар болады. Осылай барлығын салып араластырып аламыз. Басында біздің саңырауқұлақтарымыз көбейіп үлкен болып тұрды, табамызбен бірге. Қуырылғаннан кейін барлығы отырып осындай кішірейеді. Неке осылай біздің подливымыз дайын болды. Осылай ендігі біз астына гарнирін жасаймыз. Мен гарниріне спагетти жасадым. Қайнап тұрған суымызға кішкене тұз салып, үстіне спагеттиімізді салып 10-15 минут көлемінде қайнатып пісіріп аламыз. Мен осылай спагеттиімді екіге бөліп салдым, себебі балдарыма жеуге де ыңғайлы болу үшін. Мінеке біздің спагеттиіміз жабыспас үшін піскеннен кейін осылай үстіне зәйтүн майын кішкене құйып араластырсаңыз да спагеттилеріңіз бір-біріне жабыспай жақсы болып тұрады. Мінеке осымен біздің тағамымыз дайын болды. Кейін осылай ыдысымызға салғаннан кейін бетіне ысылай тұрған күйінде сыр себеміз. Сол кезде тағамдарыңыз өте дәмді болып, сырмен бірге ерекше болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер осы видео рецепт бойынша. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Баршаларыңызға көп-көп рахмет.